Қайырлы күн, қымбатты оқырман. Бүгін назарларыңызға классикалық шығарманы ұсынамын. Атақты британ жазушысы Джейн Остиннің «Тәкаппар ғашықтар» кітабы. Атақты деуімнің себебі Остин ағылшын валютасында алғаш бейнеленген әйел жазушы. Өзінің көзі тірісінде жазған шығармаларын автор деген атпен жариялап отырған. Кітаптың негізгі өзекті тақырыбы шын махаббат және таңдау құқығы. Тәкаппар екенсіз, мистер Дарси. Бұл қасиетіңіз өмірде кедергі болған жоқ па? Қызық сұрақ екен. Мен тек сіздің жақсы жақтарыңызды білгім келеді. Ендеше тыңдаңыз, маған орынсыз әңгіме айтып өкпелейтін адамдарды мүлде ұнатпаймын. Өзін ауқатты отбасыға беру туралы анасының мақсатына қарсы шыққан Элизабет есеппен емес, жүрек қалауымен отау құрғысы келеді. Екі жасты тағдыр табыстырған, тоғыстырған сәтте оларға адамның ең жаман мінезі тәкаппарлық тосқауыл болады. Сүйгенімді тапсам деп жүрген қыз-жігіттерге қарым-қатынаста опық жеп қалмау үшін осы кітапты оқуға кеңес беремін.